Hello dear friend. Today I am discussing about how to improve our listening skills. Сәлем достар. Бүгін біз біздің тыңдау дағдымызды қалай дамытуға болады екенін айтатын боламын. Яғни қалай тыңдаған кезде қалай қандай тілді болса да тыңдаған кезде оны түсініп тұру туралы айтатын боламын. So let's start our lesson about improving тыңдауды дамытудың жолдарын айтатын боламын. First one. Бірінші бізде listeningда, мысалға кез келген тілді біз түсіну үшін ол тілде сөзді білуіміз керек. Яғни біз dictionary дейді ғой, сөздігіміз болу керек. Ары қарай бұл listening өзі қарай дамыту арқылы келеді. Мысалға айтатын болсақ, біріншіден бізге керек нәрсе ол біз көп тыңдауымыз керек. Яғни біз өз тілімізді кішкентай кезімізде көп тыңдау арқылы біз тыңдауымызды дамыттық. Яғни бұл жерде практика. Яғни біз көп тыңдауымыз керек. Көп тыңдау. Көп тыңдау. Көп тыңдау керек. Яғни нені тыңдаймыз? Біз кино көру барысында біз тыңдаймыз, және де субтитр арқылы біз оқимыз. Осы бізде ең керемет практика болады. Және де YouTube'да кез келген ағылшын тіліндегі подкасттарды, жаңалықтарды көрсеңіз, видеоларды көрсеңіз, осы сізде listeningді дамытады. Яғни тыңдауымды дамытады. Біріншісі бізде осы. Көп тыңдау керек. Яғни сіз жаңа тіл үйреніп жатсаңыз да, сөздігіңіз біршама болғаннан кейін, оны тыңдаған дұрысырақ. Түсінбесеңіз де, бұл тілді түсінбей тұрсыз. Не деп жатқанын білмей тұрсыз. Бірақ та сіз тыңдай берсеңіз, ол тілде сізде дағды қалыптасады. Яғни біз кез келген нәрсені тыңдай бермеуіміз керек екен. Яғни кез келген тілде болса да, кез келген нәрсені тыңдай бермеу керек. Кез келген нәрсе ол не? Яғни сіз beginner болсаңыз, енді бастап жатқан болсаңыз, сіз beginnerге арналған подкасттарды тыңдаған жөн деп санаймын. Егер де сіз жоғарғы деңгейде болсаңыз, сіз өзіңіздің деңгейіңізден жоғары деңгейдегі подкасттар тыңдауыңыз керек. Мысалға, ол қандай подкасттар болуы мүмкін? Beginnerге мысалға, жай ғана бір сөйлесу болуы мүмкін. Жай ғана қалайсың? How are you? I'm fine. What are you doing? Деген сияқты beginnerге арналған подкасттарды тыңдауыңыз керек. Бастапқы деңгей болса, жоғарғы деңгей болса, сіз өзіңіздің деңгейіңізден жоғары деңгейдегі подкасттарды, киноларды, аудиоларды тыңдаған жөн деп ойлаймын. Яғни деңгей. Екіншісі біз деңгейге қарауымыз керек екен. Деңгей. Ал үшіншісі. Яғни көп адамдар жіберетін қателік. Осы подкасттарды тыңдайды да, бірақ та ол жерде еш нәрсені түсінбедім, еш нәрсені ұқпадым деп оны тастап кете салады. Сөйтіп, ешқандай да listening дағдысы қалыптаспайтын болады.
яғни бұл жерде give up деп айтады ғой. Сол болып тұр. Яғни give up дегеніміз берілу. Яғни сіз берілмеуіңіз керек. Түсінбей атсаңыз да тыңдауыңыз керек. Жаңағы осы шарт бойынша тыңдасаңыз, менің ойымша ағылшын деңгейіңіз біршама көтеріледі деген ойдамын. Яғни сіз беріліп қалмауыңыз керек. Түсінбей жатырмын, қызық емес деген сияқты қылып тыңдамай тастап кетсеңіз, сізде ешқашан listening skills қалыптаспайды, даже болмайды да. Сондықтан берілмей, яғни тыңдауымызды дамыта беруіміз керек. Яғни достар, бүгін біз сіздерге үш осы жасау керек нәрселерді айтып кеттім. Осыны істеңіздер, сол кезде сіздерде listening skills қалыптасатын болады. Listeningдарыңыз дамитын болады. So guys, thank you very much. I think this lesson helpful to you. So see you next time, guys. Thank you.